Ассалаумағалейкум ағайындар, қалдарыңыз қалай? Естеріңізде болса, мен осы каналда өткен жылы, яғни 24 жылы Моңғолияға сапарым туралы түсірген болатынмын. Ол кезде мен сол Моңғолиядағы қазақтардың тұрмыс тіршілігімен, салт дәстүрімен кішкене таныстырған болатынмын. Моңғолиядан қайтып келгеннен кейін мен Америкаға жол тартып кеткен болатынмын. Сол жақта 6 ай жүріп, содан кейін Қазақстанға оралған болатынмын. Содан кейін тағы да Моңғолияны ұнатқан соң, биыл да жолымыз түсіп, Моңғолияға барған болатынбыз. Енді осы видеода сіздер сол Моңғолиядағы қазақтардың тұрмыс тіршілігімен, салт дәстүрімен, тағы да басқа қызықтармен танысатын боласыздар. Және менің сапарым туралы қызықты оқиғалар көретін боласыздар. Каналға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Сонымен біз Америка құрама штаттарынан келгеннен кейін осы Моңғолияға жол тартқан болатынбыз. Моңғолияға сапар шегуіміздің себебі Моңғолияның батыс бөлігі, яғни Байынлүг аймағында 95% қазақтар тұрады. Бұл жердің табиғаты керемет, тау, өзен, көл, орман. Және басты саяхаттаудағы мақсатымыз осы жердегі жергілікті қазақтардың тұрмыс тіршілігімен, салт дәстүрімен, тағы да басқа қызықтармен танысуға келген болатынбыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай, Қазақстаннан кез келген қонақ келсе, құдай қонақ келсе, осындай бір ақсарбасын сойып, керемет күтіп алады. Келген қонаққа міне бата істетеді, Құран оқытады, содан кейін осылай қойды сойып, бас жамбасын сыйлы қонаққа тартады екен. Қанша сырт байлы? Al bismillah. Yok, bismillahirrahmanirrahim айтпайсың. Bismillah деп айтасың. Al bismillah. Бұл жерде видеоны бұлыңғырлатуымызға тура келді. Себебі қан болса, YouTube видеоны бұғаттап тастайды. Сол себепті осылай бұлыңғырлатуымызға тура келді. Ойды терісінен шығару процесі. Маған да әкеп бертінге дейін басын кеспейсің әшейін. Мұна не болып кетті енді? Қолын қол сан. Қай жерде безі? Безін жылықтайтын өздері ала ма? Сіз қазір қолын қол сан пысай салсы ғой да? Иә. Төсті шығарып ады. Үстінен бұзып тұстай сағым. Бірақ шығараса ғой. Бір ғой, қалыр кішірек деймін. Бұзамыз ғой. Үстінен бұзғанда дем болады. Мен шыған. Кет. Емнет бар. Бұзып әлісі оңайсығында дем болады. Әдем. Үстінен зөртіп көргіміз жоқ. Үстінен деген қалай? Ілініп тұрған. Ет қалай. Стай. Әркім өз әдісі бар дейсің ғой. Мынау неше жастар еркек қой ма мынау? Ал енді қарынды алу процесі ма?
Қардың алу сәті де. Қойыпсың. Қайда бұл? Қазақстан қазақтары жоқтан өзген бәрін түсіре берді дейсіз бе? Қайта егенді. Жаман айттыңыз. Мал көрмегесін деп айтпадыңыз ғой, қысқасы. Жалпы мал емес. Қай бір нәрсені сөйтті. Бие сауған айткен бүйтеміз бәрі. Арнай қасапшылар ғана бар соятын. Соған ақша бере қоясың. Ақша беріп соғып сосын бәрі өзі болғанса айланбайтын болды. Иә. Bir қойды союға қанша минут кетті? 15-20 минут па сіздерде? Не? Анау бір Қанша төлейсіздер қойға соғғанда? 5 теңге. 5 теңге төлейміз өзі. Дос жақтан бірдей. Сол басын шауып түседі да терісінен шығарып қолын сан қылады, болды. Көне бересіздер ма? Ары қарай өзіңдік дейсің. Қасапшының сонда пайданы 40 айтылған дейді, ойламайсыз. Үш қойға айналасың ба сен? Бізде ана құрбан айт кезінде андай кейбіреулер қанын ағызбай ор жібереді де жұлындап тастайды екен сразу. Сол қан ішінде қалады ғой. Иә, оны арнайы сабақтар өтеді жаңағы мүфтияттан, діни басқармадан. Неме дейсіз, шалғиды. Иә, айтады. Осылай соясыңдар деп инструкция береді, сонымен болды. Шартын айтып береді ғой. Иә. Су керек болса мына су бар. Осымен болды ғой енді. Қолын сан қыла салады, иә. Төстік шығару сәті мынау. Опана. Çünkü Қазақи қасапшы баста тартыға. Таза қазақи оқиға екен. Өзіне қостап. Тартып жатырмыз ғой. Болды енді, қолын сан қыласа сонымен. Ертең 5 минутта жей салады ғой. Қаншама жамағат кеп. Маусымның бірі. Байындығы балалар мерекесі ма? Аналар мен балалар мерекесі. Иә, аналар мен балалар. Üç tane telefon var ya. Şey aldım ya. Al. Telefon var. Моңғолиядағы қазақтардың сыйлық қонаққа тартатын ең керемет асы ол ет, яғни сүр ет. Бұл еттің дәмі керемет болады. Себебі бұл жақта етті сүрлеу әдісі, сүрлеу өнері өте керемет. Біздегі сүр еттен айырмашылығы өте зор, керемет енді. Моңғолияға жолдарың түсіп жатса, осы сүр еттен міндетті түрде дауыс тиіңіздер. Ал илахи яумин. Asqalık versin, başkanlık versin, denge sağlık versin, bereket versin. Allah Teala vergen yönetimde bereket versin. Amin. Al kızı küçük elinde ray karşı tayı. Var cümle. Tanı bir kaçsın. Ha şirket. Esir sabah çevir. Abi yine pis bakana. Şuradan güçlük böyle. Demek қол кеудем ауырып тұр. Yerinde var ya. Кесет қол деген бірақ. Егер Байындыға саяхаттап келіп жатсаңыз, жазғы уақытта қаладан көрі ауылға, яғни жайлауға жол тартыңыз. Жайлауда қазақтардың тұрмыс тіршілік керемет, өйткені барлық қалада отырады да жаз
көктем күз кездерінде осы көшпенді әдіспен киіз үй тігіп мал жайлап осылай жайлайды. Енді бұл киіз үйде ұйықтау керемет, ауасы бәрі жақсы. Моңғолияның бір ерекшелігі жерді жеке адамдар ешқашан сатпаған, яғни кез келген адам қалаған жерінде осындай жайлауда көшіп қонып малын семіртіп осылай көшпенді өмір сүралады. Енді біз сондай бір ауылға келдік, тағы да құдай қонақ болып бізге арнап бір қой сойды, бірақ оны түсіре алмадым. Енді қазір сол қойдың етін жеп ауылдың әңгімесін өрбітетін боламыз. Ары қарай тамашалаңыздар. Ар жағынан шығып, қотшыда 5 жігіт түсіп, мына жағына жабыса қалған кезде қадайдан іздеп оны түсіп кетті. Біздің адамдардың мына нерві не деген сөзім. Соны сөйтіп жүрген. Қайып кәп бүйтіп мәні ойландыр дейді ғой маған. Монғолия қазақтарының еттері деп шығармадасың. Менің ойым жететін жағдай жоқ. Апа келді ма? Сендағы жүріп Ал. Аяқтан көп басқаға қалып келер ғой. Маңдай қарда мәхне шықсайшы. жуан жақтаға жұмыс па? Қайсы? Анан жұмыс па? Тұздықты ойнады? Өмір қартпайды деп екен. Тастықпен айтып жасамайсың. Мәшінің үстін байлап алғансың. Кәбенені байлап алған. Шық тұрады. Қайдағы біреуді отырғызам деген ғой деймін. Жоқ әлгі. Енді кеп демон бақшы болады ғой. Ұстау керек қой чаршып. Отырып алған ғой. Şimdi üstüm öyle bakarsınlar. Kebenim öyle bakar. Çaplarda tuz var mı? Hadi. Batasını seçsin. Babam gelsin Eke. Babam gelecek. Haydi. Gelsin. Cepte yapın. Kanka istiyor musun? Her içeride sizde jatı var. Мен де жаңғыз наға шапасын түрін қара деп айтып кеткен деп көйлек. Al kanı alayım. Ayta bayım. Ayta. Bismillahirrahmanirrahim. Öğüt kolay olmasın, yamaçlık olmasın. Kendinize sağlık versin, basın rahmet versin. Allah Teala osunday maylı jay dastakandan ayırmasın. Amin. Umrat peleden zibrat katırgın saklasın. Allah. Bir tane var. Bas kala kala. Siz bastınız da. Ana. Ramın üstü. Taş üstü de var. Stok. Bismillah. Kılplatmayız. Noksturaga sakal murttaga çaştısı mı alıp saçtın yeleri var. Çaknaga meke uçsuz baladı koy bir-birinin çaşlarını. Siz joqura oturunuz. Oturaman. Ұстараның дүзінде бұлтылдап Al bergende. бәрін шақыр. Kim otur kesek.
жалған еттер Güzel yapılan şeyden gidip koyup onu bir tane nasıl batar? Arkası güzel. Ne öyle tabii buna öldürüm taze yerge yakar. Soyğanda dis qoңыз болмайды ғой біздің оған. Таза табиғи ма? Жаңа құм жеп тұрған малдар ғой. Қазақстанда келген бір чал айтты деген. Құм Алғаш келеді ғой. Жоқ, одан басқа кісі тағы да бар. Шекарадан асқаннан кейін жаңағы Монғолиян жер. Монғолия сондай екен. Осымен бұл үйден етке тойдық. Кетерде бізге базарлық салып берді. Тіпті бәрімізді құшақтап бауырына басып, ақжолт деп бізді мына ақсақал кісі шығарып салды. Монғолияға барсаңыз, кез келген жайлауда осындай үйге кірсеңіз, құдай қонақпын деп айтсаңыз, сізге өз сыбағаңызды асып береді. Бұл таудың бөктеріндегі керемет ауылдың аты Алтан Сөксі. Жаңа кісілер осы ауылдың шетінде жайлап отыр екен. Алла қаласа бір аптадан кейін үлкен жайлауға көшеміз деп айтты. Біз енді ары қарай қалаға түсетін болдық. Яғни Өлгей қаласының орталығына қайттық. Бұл ауыл Өлгейден 45 шақырым жерде орналасқан екен. Бір керемет ауыл енді. Тау-тас, өзен, орман бәрі бар екен бұл ауылда. Табиғаты да керемет, және ауасы да сондай бір ғажап екен. Ауылдан келген соң келесі күні біз ет сататын базарға бардық. Бұл жерде ет, сүт, сары май, құрт, ірімшік бәрін сатады екен. Енді бұл жерде еш қорқпастан ала берсеңіз болады, өйткені малдың бәрі халал. Малдың бәрін бисмилля деп сояды бұл жақта. Жалпы Монғолияға барсаңыз, кез келген үйге еттің халал ма деп сұрасаңыз таяқ жейсіз. Өйткені бұл жақта оған қатты мән береді. Малдың адал сойылуы, сүттің таза болуы бәріне қатты мән береді екен. Сондықтан кез келген үйге кірсеңіз, смело, еш қорықпай ет жей берсеңіз болады. Бәрі халал. Және базарға келсеңіз толып тұр. Енді біз қазақ болған соң осы ет, ірімшік алу үшін базарға келдік қызық ретінде. Ал мына видеода көріп тұрғандарыңыз ол Өлгейдің базары, тірлік базар деп аталады екен. Бұлай қарасаңыз енді біздің Астанадағы Шанхай орталық базарға сәйкес келеді, ұқсайды. Себебі көп мынандай жабық базарлар бар екен салынып жатқан. Одан қалды ашық базар тағы бар екен. Яғни біздің Астанада Шанхай базарына қатты ұқсайды. Бұл жерде кез келген тауар бар, барлық киім-кешек, азық-түлік керектің бәрі осы жерде екен. Жалпы жан-жақтан ауылдан, осы қаланың өзінен адамдар келіп осы жерден керек жарағын алады екен. Біз де осы жерден біраз базарлықтар алдық. Керемет болды. Very strange people.
Осының бәрі тарих болып қалатын болып отыр ғой, түсіріп алайыншы. Бүгін құрбан айт қой енді сол. Бәрін жаңағы ет мет. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Амин. Құрбан айттың екінші күні. Құрбан шалып жатырмыз ағайын туыстарымызбен. Машалла. Құрбанның етін жейік деп. Құрбан айт қабыл болсын. Алла тағала тілеген дұға тілектеріңді қабыл етсін. Аумин. Жақсылық болсын. Аумин, аумин. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan hoş kaldım, bunu soruşmuyor değil mi? Hoş kaldım, sana soruşmuyor. Ondan sonra vurduk oldu. Arap stol. O anda patini fırsatmış tutuyor. Götürüyoruz mu? Nada söylesin lan. Bir şey sen. O kameranın yakını testir aslında. Ben bir zaman kamçısız. Kamçık. Olayım. Yaşap stol. Öldüreye bastı. Karnı tıray mısın? Sonra öldüreye. Can basmışsa oldu. Şekilde bakın. Şurada bak. Şurada bak. Şurada bas bak. Kırmızı getir. Ha, elektrik olmuş. Bak. Betinde durdu kaldı. Aldırmadık mı? Küçüğüm aç. Bir masaya sıvırtıyorsun, hiç yapmayın. Bir oyun et bırak gitti mi? Erkin oh. Gittim. Toyota, biraz Toyota. Mınаны қазір 5 минутта жей салады ғой. Ой, қажап. Күндіз қаласы отырмыз. Төтпейді жұмсақ жақсы. Яна жауырыннан оңай сыпырылады ғой. Қойдың бас. Ақсан демші бас. О, бәрекелді. Не деген жұмсақ. Басыңда сылып барады. Жасыл. Нама? Сынды материал жинап отыр. Азыр келеміз ғой. Жұмсақ қосқан жақсы.
жұмсақ болсын деп сылыңдатып тезілтіп қоямыз ғой. Әдейі. Аман жақсылар. Айтқаныңызға болады. Құрбан айт қабыл болсын. Қалайсыздар? Күшті. Силағыңыз сылды. Жақсы. Күштан әлемеге. Қазақ ет береміз ғой. Сөгет. Бұл жақта етке шелпек, картоп деген салмайды екен иә. Ас кетшіміз. Ойбай құдай мынаңа. Соны кигізіп қоясың. Ойда басқа қандай қыз қоясың. Жатыр жетірміз. Сәдір еді. Мына бір келіндер жейтін ғой деймін мен. Жағдайында да мұныңқа. Сендердің табақтарың ба? Пышағы жақта дайын бер. Кім? Қайнатамыз қырып кезіп ұра түсіреміз, әнең үшін. Асаған келді міне? Дауыс келді, енді қайнатамыз деген бір. Құят, тұрды. Құлады, тұрды. Ая кіріп келді дегенде. Екі жасат қашан ба? Ана беті жауатын орамалат келейін. Жақу, тұр. Асаңсыз неге? Мен осы жерде. Кімге қалдыңыз? Бас бар екен. Сен жүрсің сен. Мен сесіп тұрмын ғой. Жақу. Bizden kayıt var demekken aklına çok doğrusu. Şuna bağlarım okumacın Allah'ın konuşlarına parayı dedim bakın bağlı. Zeyt okul bekle olur şekli. Zeyt okul olur şekli olmuştur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel muslimin ala siratin mustaqim. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban bi rahmetika ya arhamar rahim. Rabbena ighfir li wa li walidayya mu'minat mu'minat ya Allah.
тілде жазып тапты. Орысша жазып дешевый товар всех видов дейді. Сырым білетін әкең өзі құран алып дейді. Әкеңе өзі құран оқу? Сыр не? Әй, осы. Бүкеңде айтпайтын жоқ осы. Анам бетіне кіші ампыс Осындай нәрсе айтып отырып қойып. Әкеңнен естіген приколдар сен анда, ға? Одан бетекші сақал түспейді. Иә. Қазір тұз сап нетіп отырамыз ғой, аты қалай еді? Бір өзі онда отыр. Көріп тұрады. Не деген дастархан. Айфон 16 ұстап жүрген еді. Жаңа айшөк батты ма анау? Енді андаған нетіп тастайық. Араластырып па? Жоқ, араластырмайын, мүлдем араластырмайсың. Ал. Үтіқа келе ғой. Осыға саласың ба? Я, сөйтек. Бисмилля. Орыстың қадірін кетірген Украинаның соғысы болды. Тоғысайтындар. Жердегі еркек кіндіктердің барлығын қысып Жоқ, төңгір болмайды. Нашарлайды ғой орыстың. Шекараға неге қатайып дегенде әне өкінгі жаңағы бір самолетін атып түсіріп тады ғой. Кеше 2 самолетін жоқ қылды. Өткен кезде ол самолеті деп отыр ғой. Біздің Монғолдың бір жылғы төсігімен тең. Біздің Монғолдың бір жылғы төсігі жаңағы үшін триллион емес. Қай жақ түсіріп дейсің? Бір жылғы төсігі. Соған арналған самолет. Икнайдың не? 1 биллион деп отыр ғой. Триллион емес, биллион. Икнайдың одан Естімеген ақшамыз деші. Ол Икнайды бірнеше неме Қытайдан 45 Икнайдтан соғып кетті ғой Қытайға көмірасы. Көмір мәселесі қайда қайырымызда? Монғолдағы көмір мәселесі қайда? 2016-тан бастап нетіге дейді. Ана сорпасы қиып ножа бар ма? Кім? Бар, Нан жоғы батып жейтін емес. Соңына келгенде мен өндірді оқиын шаршап күледі емес. Бағана, сен де бір. Монғолдың төсім бар ғой енді. Мен қынетсам анау мынау деп мысалы кезінде бағбандың тұсында Оғыштарын сал. Қазір да отыр ғой. Ана шекарадан 1200 шіркеп жаңағы. Кетшегің қайда? Балалардың ұрып қатталды ғой. Ай, нәшір деме. Қайдан айтып үйіркісіп кетпесін. 1200 шіркеп шалан шыққан болып ғой. Әгдердің тізімін көрейдісе, кішкене мәшіне. Жа, музыканы өшіре салыңдар. Мұндай кішкене мәшіне болып отыр. Ой, әгі. Көмірдің керек. Нүрсіне құлғай деген нәрсе әгі. Нүрсіне құлғай бізге не керек? Қытайдан ала берсін. Ондағы нөрелейді қайдан? Жайында ананы өйтіп. Пияз турай қой керек, бір пиязды. Бір пияз қайт. Қандай самсақ барады? Пияз қайда? Ана, пияз саласың ғой. Бисмилля. Ұстасы білек болды. Ананың үстіне ақырын құй жібересің соны. Монғолия мемлекетінің чемпионатын алып тағам дейма сомен? Чемпионат алып тағам? Адосы көрдің бе де алып тағам. Енді алтынға өршіліп жүрсің ғой? Қолын күймесін, қолын күймесін. Жоқламайды. Ананы ұстап тұр, өткі. Ай, шіркін ай мұны. Айуан болды. Елге қойсын. Е, сөйт. Ал, бисмилля мұна. Повардың қолынан. Аман бұлай ақтықтай. Үткамында Середерің қайда? Сен орындығында болып өткен, мұна жаққа қарай. Дәмі несі келді әйті, бір хел бір кеп. Жа, секе бір батыс деп жер енді. Бисмилля деп. Айт қой енді. Батан сес деп енді. Сен істейсің. Жолашын дұрыс қабыл болады мұсафірін дейді бізге. Ұзақтан келген адам. тұрғанда сиямыз ба? Ал, бисмилля. Жағып тұрасың ғой дейміз. Біз жеген чай. Қайда соңғалға бір сүйек ұстап тұрмайсың ба? Қос тұр ғой. Қырт евдалары бар. Ұстаған оразаларымыз қабыл болсын. Құрбан айттарымыз қабыл болсын. Алла тағала келесі құрбан айтқа жетуге нәсіп етсін. Денелеріміз сау, денелеріміз сирақ.
10 градус пәледен 100 градус қатерден сақтайды. Аллаху акбар. Тездағы дұрыс айтып отыр. Шын күйеу бола батыс демейді. Баяғыда мен істемейсіз. Пішағат етмекеметтейміз. Ол баяннандар. Табақ әкетпек кішкене бақтар. Олар жамбас кеске етірген ғой. Енді болады ма кетеді? Жамбас кеспейді деген нәрсе жоқ шығар? Жамбас бат. Бақпай кішкене бақтар. Жоқ, тұрады. Мен бір несін істейсін. Ерте ұстата қойыңыз. Ой, ана қырғыш қой деп отырады. Жан жүрсе екен бір жағынан. Баян-өлгейде жүріп бір байқаған дүнием, мына жерде қазақтардың қазақшасы өте таза, сосын әзілдер өте өткір болады екен. Өте зіл болады. Ал бұл жерде мен өзім қонаққа жалғыз келдім, себебі Еуразия ұлттық университетінде бірге оқыған жігіттер, солар мені қонаққа шақырған болатын. Олар Еуразиядан оқып 4 жылдан кейін осы өлгейге қайтып кеткен болатын. Солар мені жақсылап күтіп алды. Өлгейдің шұқырда аз ғана қызық аман есен болсын. Осылай жылдарымызға тек осындай жақсы дастарханды кезе берейік. Не бата деген осы? Жүр ойында. Келесі күні біз сол бірге оқыған достарымызбен балық аулауға кеткен болатымыз. Алдымен супермаркет кіріп керек жарақ, кофе, анау-мынау азық-түлік алдық та балық аулауға кеттік. Енді ары қарай сол балық аулауды қызықтайтын боласыздар. Әне өрі басында қаржытқан неме тауи. Қодастар бұрыш. Аяғанам ақ бұз олды шыққандай әдем. Сүйкім нәрсе екен, а? Кезік мезіп жаса қақып жасап отыр. Сол ойлама бізге. Әне талмалдар бар ғой ашықта. Ашықта. Сойқан болды мынау. Йона, естер насып па су деген ақсын. Рамный конструктор деген bakmayacağız. Soykan ekan. Soykan. Жыл болды. От жағып жүріп шықты ғой енді. Сүтіңді кеп бересің ба? Жоқ. Опесіп, нормально. Иә. Бірлет жерде. Және біз өткелден өтеміз деп машина суға батып қала жаздады. Бірақ көлігіміз мықты болғандықтан өткелден ешбір қиындықсыз өттік. Бірақ машина кеше су кіріп кетті. Балықтың кайфы осында.
Bizde iPhone 17 çıkardı o yani. Tiri ding ding tiri ding ding ding. Sonda sendер жемейсіңдер ма деген сияқты болды оны. Жақындап барамыз ба? Бағана бір шауықтан басқа бірдеме алды ма? Қара шыбын кіріп апты еді. Мәссаған. Кәбір сөкет сұр. Болады. Шпрот. Ұсталдың ба тышқақ? Көтік. Көтік. Наң сойқын ұршиды оя. Mua. Hayır. Son durak sesli o. Sen benim mi aldın? Aldın mı atasını? Çor. Ой, шіркіне. Тұрғанда сөзіп көтсір ойын сендерді. Фото, видеоны бірге түсіре береді оны. Жа, малдарға қарай кішкене. Ja, бір-екі үш. Бізді қырға келеді дейсің. Кім бізді бұндай күндегі көрініске келеді дейсің. Жаңбыр жауып әдемі тұрмай. Мынандай жерде стресс болмайды шығар, ә? Өзімді бір түсірмеппін бейім. Өзімді бір түсірмеппін дейім. Кім түсіріп атқан белгісіз. Жаңа судың жаңа сағат түсіндерші, жіңкінді.
Kalsa sürüte sürsün de oradan. Akmazsan sürüte sürsün. Alpan sürüte. Kalsa şimdi. Сонымен балыққа келіп 4 балық ауладық үлкенді кішілі. Сол студенттер кезімізде қызықтарымызды айтып шайымызды ішіп бір жақсы демалыс болды. Содан үйімізге қайттық. Жетістің өзі эксклюзив қой. Балдақтарын лақтырып кетті ғой. Типа жазылған адамдардың ба о? Шқақ! Мына жерде әртүрлі арасан ба, или бір арасан ба? Ой Алла. Kire mi lan? Kret. Oy, yumuşak. Soykan. Oy Allah. Sonda ekan, oy Allah. Mынаны аяқ шалып шығарып кетті. Анда мынау шыққаннан кейін анда су шықты. Күрекпен қаздымаған? Мынаны кәдімгі күрекпен қазып шығарып кетті. Бауыртық деп айтты ма? Мынау бауыртық. Ташы, машинасында торсық бар екпеш? Андағы? Әрбір мүшенің несі бар екен ғой да, өзінің арасаны. Бүйректің арасаны. Бауырдікі, жүректікі емес. Мына шөпті көрдің бе? Мынау қыста жап-жасыл болып өң алдырмайтын шөп мынау. Ой Allah. Әлгі немене деген тамыр мынадан қиып алдық қой, шал екеміз. Мынау әне жатыр ғой міне. Мынау деген төмен кететін мақталған. Тамыр мен. Ой Allah. Мынаның қасиеті өте күшті ғой енді. Қазақ көті жаңағы. Дұрыс қойсаңыз бе? Қиясына бір қазы беретін өтетсін бе? Берем. Саған бермейін деп жатыр. Жазық жері бар екен ғой. Мен тұрған жер сияқты екен. Топақ қой.
Olacak olmaydı. Gitmeyeceğim. Алтайдың қазақтары, Ресейдің қазақтары. Сап-сары қыз тұрған жерде. Спрейтер. Kimdir gayla kuşkadar? Kunzunu jerişim. Jerişim mi? Korktum. Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Askalar versin, baskanlar versin, denge sağlık versin, berekelik versin. Allah'ın tuğamını kutlu olsun, deni sağ olsun, deni çırak olsun, barışırlar, ümidi severi, sevgi Allah'tan versin. Osman Mayrizel Dastarkan Aman Esin, Avarbaşın Kamel, Yelimin kızını gör, Alaşarasın kızlarını, Yurvaların kızını gör. Osman Mayrizel Dastarkan Aman Esin, Sarısı nemin o? Karpuz değil. Kavun. Kızılı karpuz. Bizde olay değil. Bizde anamın karpuz dedi. Mongolia Қазақстандar ма? Iya. Kız болып түрлерің айт. Ашуланбай біз. Кемің де. Жаққа жаққа отырасың ау. Жоқ, мында қотыр. Сүрікке түсіріп алайын. Қандай келемес. Мақтану керек жоқ. Чебік кісі болды бізге. Сендер бар ғой бүйтіп. Mama, şirpekkele okumasın diye bir çalgısı var. Şirpekkele okumasın diye bir çalgısı var. Неме соғаныз өте жақсы жібедік. Kesip sürücü soğa sıra satып қойған. Suretlerde oturmayı içi. Кейін. Мен сіздерге Монғолия қазақтарының экономикалық әл-ауқаты туралы айта кетейін. Жалпы Монғолияда, яғни Баян-Өлгей аймағында 100 мыңға жуық адам тұрады. Оның 40 мыңдайы қалада тұрады, яғни Өлгей қаласында тұрады. Қалған 60 мыңға жуық халық 12 районға бөлінген, сол 12 районда тұрады. Көбі мал шаруашылығымен айналысады және соны нәпақа қылады. Яғни сүтін, етін, терісін, жүнін сатып, сол арқылы күн көреді. Ал қалада тұратындардың көбі саудамен айналысады. Өйткені Баян-Өлгей 9 жолдың торабы екен. Бұлар көбінде сауданы Қытайдан, Япониядан әкеліп, Ресейге, Қазақстанға ұстады. Қазір мынау санкция кезінде
бұлар товарды Қытайдан алып орысқа сатып отыр, яғни сол арқылы байып отыр. Ал Қазақстанға да көптеген нәрселер әкеп сатады. Көбінде бұлар кашмир заттарды әкеп сатады. Носки, бешпет, неше түрлі сапал заттарды әкеп сатады екен. Осы арқылы Байнуген қазағы әл-ауқаты жақсарып, жақсы өмір сүріп жатыр екен. Бастысы бұлар өз қазақ тілінде сөйлейді, дінін, ділін, салтын жақсы сақтаған. Енді жалпы Қазақстан тәуелсіз қалғаннан бері Назарбаевтың шақыртуымен Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралған. Қазір Қазақстанда айранда үйіп өмір сүріп жатыр. Береке бірлік берсін, Алладан не тілесеңдер тілектеріңізді қабыл етсін. Амин. Мың мұрат пәледен 100 мұрат қадірінен сақтасын. Амин. Аллаху Алған жерді кесіп бермін жақын. Аллаху акбар. Не деген рахат өмір мына. Onu bile çürükle gelmeye kaldım bay sonunda. Yalma çürüğülasın ya diyor çok. Ne demediğim aldım görüşmenin arasında. Kapı barganda ана келінбейін деген сол қолдары. Ой, күтеді сыйлағанда өзі. Тәкеде ішін қой сойып етесен осы. İşte bizde sıylayıp ben işlemedim ya. Hani ekimizin dayatımı çayır. Kenjağa düşsün. Kabinine kuruş koyuyorsan. Little baby. Kenjağa ne kuruş? Devatım koysam. Downtown. Savaş çıktı. Dur. Қалың қол көрініп қалды. Көрініңіз. Bastırma olmasın. Dur kıspış. Салчымына сурет жобасы бар дейді. Жолды сонымен сөйтіп салған ғой, иә. Сол жолдың бойы бірақ беріледі енді. Енді жатады ғой, ол өмір енді көрмеген нәрсеміз бар. Өзімізге өзіміз жақаға жағын естен ол менен деп жүрген істер. Пышақ бір жақаған. Май бөлік. Май көтер алмай қаттым. Gittim bileyim ben hemen. Sen ayağlar tatlısı oldu. Yetmeye gelmeydi. Oturabilirsin. Üstüme çarpıyor. Şöyle var. Çok azıcık otur. Gelin. Bunu su altı toylap. Sütkenen keyin. Çıramayı. Oşaqdan ayın tutur çaqıran ғой.
келіп ал демейсіңдер ма? Келмесе жалғыз жатасыңдар ма? Келмесе осыны оған жалынатын бір үшін келеді келмесе. Жоқ үшін тіпті де қойсаңыздар. Сержан жалғыз отыра береміз. Айдалада Ағотау, аузы мұрны жоқ отау. Тау. Жасаңау. Егер Моңғолияға алғаш рет қыдырып келетін болсаңыз, давлениеңіз болса байқаңыз. Өйткені бұл ел теңіз деңгейінен 1500 метр биіктікте, Қазақстан 300 метр биіктікте деп естідім. Бұл жер келгенде құлағыңыз естімей қалады, давление сразу көтеріліп кетеді. Сосын отдышка пайда болады. Мен байқасаңыздар сондай болды менде. Ассалаумағалейкум ағайындар, сіздерге бір лайфхак. Қазақстаннан былай Моңғолияға қыдырып келіп жүрсеңіздер, осындай бір үйге кіріп келесіздер. Сосын айтасыздар, Қазақстаннан келіп жүрміз, Құдай қонақпыз дейсіз. Сосын андай бір тәте отырады. Сосын бүйтіп, осындай ет асады. Бітті. Болды. Тұзы беселі. Технология мын жақ мұнай. Ой, сүрет болып тұр оны. Бізден жазда осы ғой. Мал сойса құрттайсың. Қанша мал сойдыңдар? Қабыл етсін. Ендерің сау болсын, денелерің ширақ басын. Алла! Алма қолың жетіп отыр ма? Көкіде четін бітіріп кесе бер. Алманың арман орын. Кейбіреудер күштен алып, кейбіреудер біреудікін сатып алып сөйткенде боқта жоқ айгідір. Сен біреу ғана? Мен балам өздері берді, қарап отырған бұрын. Шықпайды шықпайды. Қайдан келгенсің? Қазақстан каналдар шығып жатырсың. Кісілер сау қойын білмеймін. Моңғолияда соңғы күндеріміздің бірі. Дүккен аралап жүрміз. Нізет мынау. Бірінің іші бесін деген сияқты болды. Нормуль. Анан бұрады. Осы екен. Қанша дейді балсы? 69-70 деген. Біздің ақшамен 10 теңге екен. 69 бекен? Ие. Осыны аласайын ба? Біздің ақшамен 10 теңге. Дүкеннің стилі біздің Магнум сияқты екен. Орео. Чита. Дану Гүлбановой. Чокопайдың миллион түрі бар екен. Ё-майо. Қазақстанында былай жасау керек міне, құрт жеміс араласқан. Америкада зорға тапқан термостар міне. Моңғолияда толып тұр екенсіздік. Қараш. Тема. Soykan ekin.
Монғолияда қараңыздар. Халал шешіп тұрған давно. Халал. Бұның бәрі халал екен. Кимчи. Орама. Но немене? Сурет. Мына бәрі жылқын ет ма? Қойдың еті бар ма ішінде? Сүрі. Бұл да сурет па? Ойбай, езіп кетті. Сүрі ғой бар. Сүретті езіп кеткен деймін. Осымен Монғолияда соңғы күн десең, Алла қалса. Bismillahirrahmanirrahim. Denge sağlık. Басқа мандық жатқандар жалын алмайсын жетуге насып етсін. Аллаху акбар. Осымен біздің Баян-өлгейге деген 25 күндік сапарымыз аяқталды. Бұл күнде біз тауға шықтық, тасқа шықтық, жайлауға бардық, балық ауладық, және көптеген жерге қонаққа бардық. Көптеген жақсы нәрселер көрдік, бірақ та бұл уақыт аз болды. Тағы да келуге тура келеді бұйыртса. Бұл енді біздің үйге қайтар алыс жол. Бұл Монғолия мен Ресейдің ортасындағы шекара, от жерде тұрмыз. Машина өте көп болды. Бірақ аман-есен шекарадан өттік. Шекарада кезек күтіп тұрған сәтімізде осындай киіз үй бар екен. Ішінде манты, шай пісіріп сатады екен. Осылардан манты жеп, шай іштік. Керемет болды. Содан кейін шекарадан шығып кетті. Манты түйістесеңіз түйістіре береміз. Бұл жер Ресейдің Алтай Республикасы. Және жолдың бойында осындай арасан бар. Көп адамдар осында тоқтап, мұздай бұлақтан ішіп, демалып, сосын ары қарай кетеді. Бізде осы жерге тоқтап, су ішіп, бөтелкелерімізді толтырып алдық, және ары қарай сапарымыз жалғасыр. Ал бұл Ресейдегі Манжирок демалыс орнындағы атақты төңкерілген коттедж. Бұл негізі туристердің көп баратын жеріне айналған керемет жер, баяғыдан бар. Бұрындарда Ресейге қыдырып келген кезде осы жерде болғанбыз. Не деген тау мынау, ё-май. Маған бұл тоңқайған үй қызық емес, маған мына тау ысып болып тұр. Мыстан кемпірінен қараңдар. Біздің өзіміздің де мыстан кемпіріміз бар. Кеттік. Монғолиядан шыққаннан кейін біз тоқтамай жүріп отырып, Ресейді басып өтіп, Қазақстан басып өтіп, Астанаға дейін 26 сағатта аман-есен жеттік. Үйге келсек, нағашым ет асып, бізді қонаққа шақырды. Сөйтіп Қазақстанымызға аман-есен оралдық. Міне, нағашыларымның ортасында осылай аман-есен отырмыз. Енді Монғолия қазақтар туралы тағы да видеолар бар бұл каналда. Егер қызық болса қарап көріңіздер, каналға жазылыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ini
Bir çavsi ki. Arasında tangalaçanadan ciletin sürekli. Uy endi. Uy chaqirsin, qo'l topib ketdi. Aytchi qo'lim topib ketdi deb. Aytchi qo'lim topib ketdi deb. Qo'ydasinlar deb. Жеделдетіндер деп айтшы қанша.